Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Ахмет Яссауидің өмірі мен шығармашылығы және даналық кітабы. Балалар, Ахмет Яссауи туралы қандай мәліметтер білесіңдер? Арыстан баб жайлы не білеміз? Арыстан баб жайлы не білеміз? Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің тарихы жайлы не айтар едіңдер? Осы Түркістан қаласына барғандарыңыз бар ма? Кесенені көзіңізбен көргендеріңіз сынып оқушылардың ішінде бар ма? Не айтар едіңіз? Арыстан бабта көптеген баптар жатырыпты. Біздің жырымызда кездесетін шашты әзіздер осы жерде жатыр екен, Жақсы балалар. Өзіңді танығаның, хақты танығаның дейді ұлы бабамыз Қожа Ахмет Яссауи. Хақ деп отырған бұл ақиқат дүниенің мәні. Демек, әрбір адам ең алдымен өз елінің тарихын, өткенін, ата-бабаларын білу керек. Бүгін біздің сабағымыз ақын, ойшыл, мұсылман дінінің атақты қайраткері, философ, ғұлама ғалым Ахмет Яссауидің өмірі мен шығармашылығына және хикметтеріне арналады. Ахмет Яссауидің шәкірт тәрбиелеген, қанша шәкірт тәрбиелеген? 90 мыңнан астам шәкірт тәрбиелеген екен. Ахмет Яссауи бұл бүкіл түркі жұртының рухани атасы. Ол Түркістан қаласында тұрған. Бұл біздің оңтүстік Қазақстанда орналасқан. Яссауи ата-анасынан 7 жасында жетім қалып Түркістанда өзінің апасының қолында тәрбиеленеді. Бұл Яссауи сопылық әдебиеттің өкілі. Ол бүкіл өмірін исламды уағыздауға, шәкірт тәрбиелеуге арнады. Ал 63 жасында жер астында бір кісілік жертөле қылып жасатып, Мұхаммед пайғамбар жасынан асып кетті. Бұдан әрі өмір сүру күпірлік болады деп, қалған өмірін сол жер астында өткізген. Оның екі ұстазы болған. Біріншісі Арыстан баб, кейін Хамадани атты шәкірт ұстазы болған. Осы кісілерге шәкірт болған. Қожа Ахмет Яссауи жер астында отырып, Диуани хикмет атты, яғни даналық кітап атты кітап жазды. Диуани хикмет бұл әрбір адамды имандылыққа, ізгілікке, адамгершілікке бағыттайтын тәрбиелік мәні зор, аса зор еңбек. Енді Ахмет Яссауидің көріп тұрғанымыз кесенесі, Түркістандағы. Бұл Түркістан бабалардың көне қаласы. Ата-бабаларымыз көне заманнан Түркістан топырағына барып тәуелді қасиет тұтқан. Көне Түркістан топырағына 81 хандар мен билер батырларымыздың сүйегі жерленген. Осы кесененің ішінде. Яссауидің өзінің мүрдесі де осы кесененің ішінде. Бұл Яссауидің кесенесі 1396-1399 жылдары Әмір Темірдің бұйрығыменен Яссауи қабірінің басына кесене тұрғызылған. Кесененің ұзындығы 65,5 метр, ені 46,5 метр. Мұнараларын қоса есептегенде, бұның ені 50 метр, биіктігі 40 метр болған. Енді бөлмесі ішіндегі түрлі мақсатқа жұмсалған 35 бөлме орналасқан. Олардың біреуінде Ахмет Яссауидің өзінің мүрдесі жатыр. Енді осы кесененің ішіне кірген кезде үлкен тайқазанды көреміз балалар. Бұл тайқазан 7 түрлі қымбат металдармен, яғни алтын, күміс, мыс, мырыш, қалайы, қорғасын, темір қоспасынан құйылған үлкен бір тайқазан бар. Мына балалар суретте көріп отырғаныңыз
яссауи кесенесінің алдыңғы көрінісі. Бұл кесененің түнгі көрінісі. Енді балалар, хикметтерін мәнерлеп оқиық. Дүние мүлік құмартып, жаһан малын жиғандар, құзғын жемін жегендер арамға ден бақпақшы. Молда муфти болғансың, жалған дұға қылғандар, ақты қара дегендер тамұққа барып жатпақшы. Қазы имам атымен қол қойса нақақ жалаға, сол үкімнің салмағы өздерін басып қалмақшы. Арам жеген әкімдер, құныққандар параға, өз бармағын тістелеп өкініш отқа жанбақшы. Таңдап тәтті жегендер, атлас қанға кигендер, алтын таққа мінгендер жермен жер болып жатарды. Балалар, осы хикметтерді оқыған кезде бізге түсініксіз сөздер кездеседі. Дәптерлеріңізді ашып, қазір сөздік жұмыс жасаймыз. Зікір сөзі. Бұл Құдайды мадақтап айтылатын өлеңдер. Тақуа, діндар, діншіл деген мағынаны білдіреді екен. Ахирет, о дүние, машқар деген мағынаны білдіреді. Тамық, діни ұғым бойынша күнәһар адамға о дүниеден азап көрсететін жерді тозақта айтады екен. Нақақ, бостан босқа, жазықсыз деген мағынаны білдіреді. Жазғыш, яғни бұл әр адамның тағдыры деген мағына. Қынбай, қасласпай, соқлық, ислам дініндегі бір ағым рухани тазалық арқылы Аллаға жақындай түсу жолын іздейтіндерді айтады екен. Қылует, қалуат деген сөзден шыққан жер астында бір кісілік жер төлен айтады екен. Көпірлік, асып тасқандық деген мағынаны білдіреді екен. Балалар, Ахмет Яссауи соқлық қағидаларымен қатар оқуға, білім алуға, адалдыққа, имандылыққа, парасатқа жетуге, жақсылыққа, жамандыққа, әділетті болуға, адал жолмен жүруге, жалпы адамгершілік құндылықтарды насихаттайды. Ал Ұлы Абай бізге нені үйретті балалар? Ұлы Абай адалдық. Иә. Еріншек болмауға. Иә. 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 Жақсы балалар, енді дәптерлерімізге жазамыз. Яссауи сақтандырған 5 нәрсемен таныстық. Енді бірінші, Алланың ақ жолын мойында. Екінші, менімен тәкаппар болма. Үшінші, арыңды сатпа, арамдықтан аулақ бол, еріншек болма деп Яссауи хикметтерінде айтты. Ал Ұлы Абай өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ деп бізге үйретті, тәрбиеледі. Ахмет Яссауидің хикметтерінің болашақ ұрпаққа айтар насихаты қандай балалар? Иманды адам қандай болу керек дейді? Иә. 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 Дұрыс айтасыздар. Иә. Яғни иманды адам ұятты, шыншыл, ақылды, білімді, таза жүректі адам болу керек екен. Балалар, бүгінгі сабағымыздың оқу тапсырмасы Ахмет Яссауидің өмірі шығармашылығын іздемейсіңдер, оқисыңдар. Имандылық адам бойындағы ең үлкен қасиет тақырыбында шағын эссе жазып келеміз. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз